Жүгері шашағы шипалы ма? Жұртшылық арасында жүгері шашағын дертке шипа береді деп пайдаланушылар көп, ал ол қаншалықты рас? Төменде біз осы жөнінде айтпақпыз. Мамандар жүгері шашағының бауыр, өт-қабы ауруларына ем екенін дәлелдеген, сондықтан дәрігерлер де оны емге пайдалануға кеңес береді. Гепатит, холецистит, холангит, тас байлануы сияқты аурулар кезінде дәрі-дәрмектер қолданылады. Оған қоса жүгері шашағын қолданса, ол қан құрамындағы билирубинді азайтады, өттің қоюлануын болдырмайды. Жүгері шашағының емге қайнатпасы, тұнбасы қолданылады. Ащы шай ретінде де ішуге болады. Оны былай әзірлейді. Емалды күрішке 2 ас қасық жүгері шашағы салынады. Үстінен қайнатылған жылы су құйылады. Сосын қақпағын жауып, кастрөлге қайнап тұрған су моншасына орналастырылады.